Ал енді осы Алматыдағы ең үлкен озероны сіздерге көрсетуге рұқсат еттіңіздер. Лайк басыңыздар, ұнаса подписаться етіңіздер. Ал енді бастайық. Осындайға қалай бардық? Әл-Фараби көшесі. Осы көшеден біз жоғары қарай Алмарасан дейтін жаңағы Бауға баратын жолды бірінші президенттің паркісінің арқылы өтеміз. Сосын ары қарай осы жоғары 15-20 километр ары қарай жоғары тауға қарай жүре береміз. Өте керемет. Таудың иісі мықты, керемет, өте күшті. Жолдары да жақсы. Тауларға қарасаңыз Швейцариядан кем емес. Қандай керемет, осындай Қазақстан жерінде осындай керемет тауларымыз бар. Біз такси жалдадық Алматыдан. 15 мың теңге болды бір машина барып келгені. Алмарасанская очередь, ар жақта Ақсайская очередь. Міне осы жерде біз бара жатамыз. Тауларға қарасаңыздар өте керемет. Енді мына қараңызшы ағаштарды. 74 гектар жол алыңыз сол жерде. Мен бір рет соны поварына отырмын сол жерде. Машина негізі машинамен бір сағатта шығасыздар. Ол жақта бір сағат демалсаңыздар, жарты сағатта түседі. Машина тез. Арадан кемеміз қараңыздар. Керемет иісін айтсаңызшы, иісін. Таудың самал иісі. Ішуге болады на суды, да? Болады. А почему ол жылы? Не знаю даже. Может, ее там наверху подогревают, чтобы отправить, чтобы она по дороге не замерзла. Ал енді біз жеттік неге? Ең қызығы бұның тереңдігі 45 метр екен. Қыста 15 метрге шейін түседі. Тамыз айларында 45 метр тереңдігі. Бірде километрге жоқ несі көлемі өте үлкен. Түсі көріп тұрсыз. Ракустан да көруге болады, өте керемет.
Осы қарасаңыз ең шыны, ең биік шыны осы озеродан қарағанда. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Сіздер үшін түсірдік осындай видеоны. Ұнады деп ойлаймын.